Hey достар, бәріне сәлем. Бүгінгі видеомызда біз сіздермен бірге Майнкрафт ойнайтын боламыз. Бүгіндерінде менімен бірге Жақан, Ай. Нұрай. Келсін, Нұрай. Нұрай, дағы сен киіммен бараман надашыны? Менде киім жоқ. Дайте ұйықтайық, я Жақан код. Неге достар, біз ұйықтап жатырмыз. Біз алдыңғы серияда үйімізді әдеміледік. Вообще мына жерге айна қойдық, мына жерге айна қойдық. И әрине төсек жасадық. Және Жақан біз не істеу керек? Біз бізге тамақ ішу керек. Яблочко жей салайық. И бүгінгі серияда біз өзімізге киім жасау керек. Біз киім үшін бізге железный слиток керек. Бізде ондай 19 тал бар. Әрине де ең басты ол бізде мынандай. Дұрыс деді. Неге? И бізге әрине қылыш керек, егерде бізге біреу тиіссе. Ол үшін бізге екі не керек? Слиток және үшеу, чтобы кирка істеу үшін, Тағы. Жақан, оны келесі серияларда істейміз. Так, қалған заттарды саламыз. Мынанды. Мысалы бар істелам, Нұрай. Бар істей берейік. Ол үшін біз сырой лососьті пісіре салайық, Жақан? Да, қарай. Так, пісіріп жатыр. 15. Қазір бізге күшті сырой лосось түспейді. Пісірілген жареный лосось түсті. И не істейміз, Жақан. Бар. Еще давайте сырая свининаны тоже пісіре салайық, чтобы егер прям қанымыз ашып жатса, бірден... Здесь тамақ, менгі тамақ ем. Жақан, қара, бізде өте аз, сондықтан не нужно жеуге. Так, давайте алайық. Ну, пока что сложить это, и давайте бара берейік. Так, бар... На, бізде бақар. Біз алдыңғы серияда өзімізге мынандай лестница жасадық, и қазір соның арқасында түсетін боламыз. В принципе, біз барын алдық. Ой, и не істейміз. Да, өде барак. Нет, Жақан, мен мына жерде тағы біреуін көрген сияқты едім. Там нет уже. Пусто там. Пусто, онда кеттікеге барайық. И барын расплавить етейік. Ведро істем, конечно. Достар, давайте бар ведро істейміз, потом... Mesela только нужен камень. Нет, камень емес, железо керек. Железодан жасаймыз оны. И давайте бар үйімізге барып, печкада осыны барын расплавить етейік. Так. И бізде уже жареный свинина жасап болды. Нұрай. И давайте не істейміз. Достар, екінші мүмкін келесі серияда, немесе осы серияда біз екінші этаж жасай бастаймыз. Нұрай, анада болса, анада істес. Жоқ, анада нес қарас. Жоқ, на, вырштак, нан қой, ал наны камень. Нет, да. Жақан, оны надан жасайды, қара. Да, тағы. Мам, пока что керек емес, сондықтан давайте только өзімізге аяқ киім жасай салайық. Шапочка бізде осылай жасалады. Өкінішке орай маған біреу ғана жетпей қалды. Давайте осылай істейік. И в принципе, біз уже бітіргенде отырмыз, өзіміз істетіміз. Достар, мен осымен видеоны аяқтаймын. Егер сіздерге осы видеоны демейін там. Так, давайте на жей салайық, Жақан? Шалбар істемедің. Шалбар істемедім, Жақан дұрыс айтады. Давайте тез кие салайық. И біз уже қараңыз, қандай модный болып келе жатырмыз. Шалбар. Все. Скриншот істей салайық, скриншот обязательно керек. Шалбар үшін бізге... Так. Үшеу жетеу керек. Тағы біреуін аламыз. И все, в принципе, біз уже сетімізді дайындадық. Достар, қараңыздар, біз уже полный сеттамыз енді мен промо. Нұрай, костюм. Скрин жасаймыз, потом тағы скрин жасаймыз, и осылай скрин жасаймыз. Пютас. Так, достар. Костюм салсы қайда? Біз уже барлық немізді бітірдік, енді давайте екінші этаж жасайық, Стоп, не надо. Давайте лучше барып, не істейміз. На барлық киімді шешеміз, на барлық киімді шешеміз, и потом железный топор жасаймыз, Так, давайте жасайық.
тағы бір балкон ала салайық, и потом мына жерге қоямыз. Ой, блин, мен факелді алып отырмын. Так, осылай, потом... Достар, енді мына булыжник соларды саласақ, тек железный меч, железный топор, факел и еда. Все. Кеттік, давайте, достар. Поход. Походқа кеттік. Жоқ, кеш әлде болмады, негізі шамақты бір сындыра тұра болады. Все-таки біз тез-тезден екінші этаж, сондай нәрселер жасау керекпіз. И давайте мынаны аламыз, потом мына жерге қоя саламыз, осы жерге өсе берсін. Бұлар ішінен воду қоясың, потом ағаш болады, потом тамақ жасынан. Так, давай жақын барып ұйықтайық па? Да. На-на-на-на-на, виш-вик, құтой. Все, достар, давайте. Менде идея пайда болды. Достар, қараңыздар, біз мына жерге судың үстінде огород жасайтын боламыз. Да. Огород. Ол үшін бізге әрине де жерді қазу үшін бізге лопата керек. Лопата үшін бізге қанша екеу керек әрине. Мынаның барын ала салайық осылай. Мынаның барын сала салайық. И потом қараңыздар, достар, қазір біреу аламыз, істейміз мынаны. Потом осылай, так, біреу қоямыз. И потом осылай. Оказывается, біреу ана жетеді. Так что давайте мынаның барын салайық. И все. Так, барып мынаны істейміз. И жаңағы мен қойған... Жоқ, анада болады. Мен қойған мынау нәрсенің, так, қайда ол? Өз кеткен жоқ деген ойдам, әрінде міне. Мынаны пока что жинай тұрамыз, бұл бізге керек болады. И мынау, қараңыздар, достар, ағаш сындырған соң өте көп болады. Вот реально жапырақтардан түседі, сіздер оны қайтадан қоя аласыздар. И менің идеям да соларды алу. Достар, біз уже қараңыздар, қаншама жер жинап алдық. Уже бір жерде андай кішкентай 64, то есть бір стак еще екі артығымен қалған нені. Давайте, достар, менде идея, давайте на үйдің артында істейік мына жерде. Чтобы біз қарай алатындай, чтобы андай, типа, үйдің даже анда тұрса әдемі көрінбейді. Давайте мына жерін бай секіріп өтеміз. Дейміз, барамыз, алмай жинап аламыз, потом қайтан барамыз, потом алмай жинап аламыз, қайтан шығып аламыз. И давайте мына жерге барайық. Дәл қазір біз өзіміздің огородымызды жасаймыз. И мынаны қаза салайық, потом мынаны тоже қаза салайық. И, достар, көріп тұрғандарыңыздай біз уже әдемі жасап қойдық. Енді тек қана не істеу керек. Так, жаққа маған бір не істеп отыр өзінше. Так, давайте барып өзімізге. Я мен ағаш салын деп едім ғой. Мен қуам бар ғой, шама. Так, давайте мына жерге бастик. Мына жерге мысалға мына жерге бір ағашты қоямыз. Бір ағаш дедім, екі ағаш демеді. Мына жерге тоже солай мынандай бір ағаш, потом мына жерге бір ағаш, потом мына жерге бір ағаш. Төрт ағаш ол үлкен болып өседі, сондықтан менің ойымша осы жеткілікті болады. Молады, морковь делит, морковь. Что? Морковь. Морковь дейсіз жаққан сен наркот деп отырсың. Қараңыздар, достар, мына жерде гүлдер өсіп жатыр. Давайте аламыз өзімізге. Әдемілеп үйдің алдына қойып қоямыз. Красиво бұл? Все красиво. Мен гости. Мына жерге қоймай, достар, лол. Так, онда аламыз, қазып жіберейік. Потом мына жерге қазып жіберейік. Стоп, маған төртеу ғана да жетеді. Так, слай, потом еще, потом мына жерге біреу.
былай и былай. Все, достар. Енді мына жерге былай қоямыз. Стоп. Окей. Мына жерге барайық. И біздің үйге кіргенде сіздер осындай нені көретін боласыздар. Окей, достар. И біздің ағаштарымыз біз қарап отыра аламыз, қалай өсіп отырғанын. И әрине де удобно. И то үлкен терезе. Нұрай бұлай да көп огород салады. Огородтарды бар. Я. Так. Не істейміз енді жақан? Давай істейік. Дай кухня қалай. Жақан айтады маған кухня істесін деп. Ну, кухня үшін бізге онша да үлкен заттар керек емес. Бізге барлығы бар деуге болады. И давайте мынаны алайық, булыжник алайық. И все, в принципе. Мынаны алайық. Еще бізге біз кухняға. Стоп. Так, давайте железный киркан аламыз. И нан сындыра саламыз. Потом ножей қоямыз, я. И потом істейміз, достар. Еще істейміз, потом булыжник плита, я. И мына жерге былай қоямыз. И әдінде өзіне верстачок керек. Кухняда тоже біз былай кирпичтан зерден саламыз. Сделала. И мына жерге біз тамақ ішетін жер істейік, я. Так. Где мой... Внутри сөйтем. И так, давайте осылай саламыз. Потом аламыз барын. И потом мына жерге былай... Стоп, стой тұрыңыздар. Қалай істеуші еді? Былай ма? Достар, енді есіме түсті. Бізде не осылайша салады. И біз келеміз да осы жерге прямо. И ош. Неге екеу қойып кетіп түсінбедім. И істейміз енді, достар. И мына жерге... Ну, в принципе, достар, бұл деуге болады. И біздің кухнямыз осымен дайын болды. Достар, қараңыздар, біздің алғашқы ағашымыз өсті. Барып тез алып алайық, себебі ол басқа ағаштардың өсуіне мешать етуі мүмкін. Давайте, достар, біз уже бірінші ағашымызды өсірдік. Жоқ. Достар, мен ойланып қалдым, жоқ, керек емес деп ойладым. Себебі қараңыздар, қандай әдемі ағаш өсті. И зачем? Келесі серияларда мүмкін ағаш қатты керек болған кезде, қазірде ағаш нормально, жетеді өзіне. Ал қазір бізге просто қараңыздар, достар, біз өзімізді алғашқы огородымыз жасадық, скриншоттар істейді. И все. Достар, менің ойымша біз осымен өзіміздің сериямызды аяқтау керекпіз, иә? Смәлендесін. И бұл серияда біз көп нәрсе істемедік. Бірақ біз келесі серияларда күшті заттар істейміз, иә. Егер сіздерге осы серия ұнаса және сіздердің идеяларыңыз болса, бір күшті идеялар болса, сіздер оны комментке жазыңыздар. Мен егер өзіме ұнаса, оны келесі видеода топ коммент ретінде жасаймын. Осымен біз өзіміздің видеомызды аяқтаймыз. Сіздермен болған мен Нұрайсың және де Жақан. Всем пока! Бой!